Lütfen. Kanında mikrop var. Antibiyotik şurup başlıyoruz. Беда не приходит одна дейді. Көзің қызарып кетіпті ғой балапан. Либо бізді больница қадап отыр, либо страховка қадап отыр. Хитрый ғой жаман. Бізге ақшаны қайтарып бермеудің бүкіл амалын жасап жатыр да. Арзан е? Бізде 10-15 мың теңге. Мынаның бәрі 10-15 мың теңге болатын еді. Merhaba arkadaşlar, sizlerмен бірге мен Айдос. Мен сіздерге бүгін Түркиядағы медицина, аптека және страховка туралы біраз айтатын боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл күн болмай қойса деп едім, бірақ өкінішке орай бұл күнде келіп түсті. Қызым ауырып қалды. Температурасы 38, 39, 37 жарым сөйтіп ойнап тұр. Біз больницаға келдік. Мына жақта біздің квартираның хозяйны көмектесіп жатыр. Кіруі 750 лира деді. Ішінде именно не қарайды, соған байланысты тағы ақша деді. Примерно 1000 лирадай шығады деді. Бірақ Сигуртан айтады, страховка бізге кейін 60%-ын қайтарып беру керек негізі дейді, бірақ біз оны білмейміз дейді. Қазір мен төлеймін қалтамнан, бұлар страховкаға жібереді. Мен страховкаға звондаймын да, 7 күн ішінде ма, сондай алу керек. Бірақ оны қалай саған бере ма, бермей ма, оны саған қалай береді, оны біз ол туралы информация білмейміз дейді. Ауырып қалдым да түсінейін. Біз қанға анализ тапсырдық, асқазаннан деп жатыр, микроб түскен дейді. Содан қазір анализін күтіп жатырмыз. Екі нәрсеге анализ алдық қаннан. Сол біреуі шықты деді, біреуі шықпай жатыр. Солған байланысты бізге назначение береді. Сосын соның дәрін алып, үйде емделеміз. Менің ойымша, бұл біз келген частная больница екен. Үкіметтің емес, приемға врачқа ақша төледік 800 лира, қан алғанға соған 700 лира төледік, общий 1500 лира. Соның кейін бізге чек шығарып береді, 10 күннен кейін шығарып береді екен. Соны аламыз да медстраховка алған жерге барып, сол жерден көрсетіп, чекті сөйтіп ақшасын сол жерден алады екенбіз, 60%-ын деп жатыр. По факту солай ма, солай емес па, оны көреміз алдағы уақытта. Kanında mikrop var. Antibiyotik şurup başlıyoruz. Sabah akşam 3 mililitre içecek. İlaçları 5 gün kullanacak. Cumartesi günü kontrole gelecek. Tamam. Cumartesi hocam 10 ile 5 arasında çalışıyor. Bilginiz olsun. Kontrollerde ücret alınmıyor. O ücretsiz mi? Evet. Tamam. Енді аптекаға кетіп бара жатырмыз. Мына жақта тағы бір қызық жайт. Аптекалар, допустим, бәрі 24 сағат істей бермейді. Мысалы, біздегі қазір Қонақ районында 10 аптека болса, мысалы, соның екеуі ғана істейді, қалғандары сағат 8-9-да жабылып қалады. Ол екеуі әр күн сол ғана істей бермейді. Олар как дежурствоға түскен сияқты болады да. Мысалы, бүгін мына аптека ашық ма? Эвияны, е. Мысалы, мына аптека бүгін ашық болса, ертең бұл жабық болса, басқасы. Елдерге пара қалды мı? Var, ben de vereyim mi? 95 lira. Burada zaten. Aynen. Yazıyor. 95 lira tutuyor böyle. Мына дәрілердің бәрі 95 лира, ол 95 лирадан қанша болады? 3000 теңге ма? Арзан е? Бізде 10-15 мың теңге. Мынаның бәрі 10-15 мың теңге болатын еді. Негізі мынаны сұрасаң, негізі антибиотикті без несі үшін мынандайсыз, без назначения бермейді негізі, потому что мынаның несін сұрады, паспорттың кимдік нөмірін сұрады да, сөйтіп соны тіркеді, типа осыны антибиотик алды деген сияқты ше. Мына жазған үшін көрдің ба, мына жақта аман келді, айым аман келді дейді. Сен құрдан құр барып, мысалы, қызымның іші ауырып жатыр десең, саған жеңіл желпілер береді да, ауыр антибиотиктер бермейді. Қолымнан. Енді есіне түсті. Түсінейін. Дәрілерінің бір дозасын ішіп алып, уже ойнап жүр. Тіпай. Заным балаларымыз аман болсын. Мына екеуі ауырып жатыр. Венераға мынандай дәрі алдық.
мынау біздегі неменен салыстыра аламыз? Аферинді. Антигриппин. Бірақ более синелау дейді, жақсылау дейді мынау. Ампицилинмен, иә. Сыртында парацетамол деп жазып қойыпты. Парацетамол, evet. Мысалы, мынау Зимакс бұл бізде бар. Қазақстанда да бар бұл Зимакс. Асқазанға, сондайға іштегі іш құрылысын түзететін. Бірақ бұл бізде 3400 теңге. Мына жақта бүкіл дәрі, мынаның бәрі 3000 теңге болды. 3 дәрі, мынау бәрі. Венераның мынаусы 11 лира. 11 лираның қанша болады? Шамамен 320 теңге. 350 теңге. Ары кетсе. Беда не приходит одна дейді. Венера ауырватты, айым ауырватты, енді Алихан ауырватыр. Жұқтырып алдық. Не болды? Тамағың ауырватыр ма? Көзің қызарып кетіпті ғой, балапан. Көрінбеді ма бана сен қараған кезде? Үйжан тамағың өше қарылып қапты ғой, балапан. Біз нау педитус несін сиропын алдық, осыны беріп жатырмыз. Температурасы көтерілген кезде жалпы гриппте қандай симптомдар болады, соның бәріне осы көмектеседі. Балапан, сен үшін алып қалғанын білесің ба? Бана тамақ жемей қойдың ғой, сол үшін алып қалдың ғой. Да, я понял. Отпасный, я понял. Повторяй, ты повторяй, да, баламе? Да. Хорошо. Оттает мне шахта. Мен сияқты. Ну, мне кола там будет, мне тебе дай картошка видео. Айта бердім, Ага. Біздің емделіп бастағанымызға бүгін 4-ші күн, Аллаға шүкір, айым жазылды. Сол екінші күні дәрісін бергеннен кейін уже жақсы болған. Поэзия несі температурасы көтерілмей, енді Алихан 3-4 күндей ауырды, жөтеліп. Соған дәрілер беріп жатырмыз. Қазақстаннан алып келген дәрілеріміз бар. Осы жақта алған дәріміз бар. Солардың бәрін беріп. Бүгін тфай-тфай Алихан да жақсы. Қазір біз больницаға кетіп бара жатырмыз. Айымды әкеліңдер деген контрольный қарауға тегін деді. Келіп, қалай жазылды ма деген сияқты. Қазір көреміз қалай қарайтын. Қан алмайтын жыр бүгін, надеюсь, не деп алады қанды? Айымда әлі сол мұрны суланып, жүтеліп, сонда жүтелі бар. Соны айтамыз, соғанда может назначение алып аламыз да, дәрілерді осы жақтың дәрісін аламыз, может. Бұл жақтың дәрілері менің естуімше өздері шығарады, бәрін өздері шығарады. Дәріні сертификатпен, как положено, тексерістен өтіп барып шығады екен. Сол үшін дәрілері бұл жақтың өте жақсы. Жақсы качествода. Күшті ше, офис сияқты таппызды. Nasıl şu anda durumu? İyi. Biraz daha iyi mi? Ama biraz pilsiz. Uyumak istiyor herkes. Halsiz. Halsiz, evet. Öksürüyor. Şöyle. O nedir? Kilim için. 15 kilo. 15 kilo. Bekle bakalım. 101 santim. 101. Kilosu 15. Evet. Okul sattım ha. Yok, aşın karavatır. Şimdi bunun boğazı yani var mı bir şey boğazın? Kötü değil, iltihap akıyor. Balgam var. Sekresyon. Erinşar. Sekresyon. Sizden bir rica ederim. Ben oğlumda boğazına bakar mısın? Şimdi burada da var galiba. Çünkü bu da öksürüyor. Gel. Bakın tamam. Bir şey acil. Gel. Gel.
Yani böyle başını yap kocaman çıkar dilini. Dilini çıkar. Aynı akıyor. Bu ilacı ikisine kullanın. Tamam. Bebek yarım, abisi tam. Tamam, okey. İşiniz kolay gelsin. Осымен біздің больницадағы ісіміз бітті. Құдайға шүкір, Айымта, Алиханта жақсы деді. Тек тамақтарында бір ірің сияқты ма бар, оның қазір переводын қарау керек. Бір нәрсе айтты, тамағында бар екен деді. Оған бір дәрі жас бертке сол дәріні аламыз. Бағасын айтамын деді түрде. Соны береміз 5 күн болды. Шүкір, енді біз мына жақтан чек күтеміз. Чекті алғаннан кейін сонымен фатураға барып, страховкаға барып, сол страховкадан ақшаны алуға тырысамыз. Тек сол ғана қалды. Сендер больницада кәдімгі паркте жүрген сияқты. Меганың ішінде жүргендей болсын, ішінде жүрсең. Біз кеп жүрген аптека жабық дейді. Сонда жерге жазып қояды. Қай жердегі ашық екен. Міне біздің алған дәріміз тамаққа кеше беріп бастадық. Бүгін екінші күндері. Кәдімгідей жүтелдері азайып қалды. Бұның бағасы 17 лира, курс қазір 32, 544 теңге. Өте жақсы, кеше бірінші күн беріп бастадық. Бүгін міне екінші күндері кәдімгідей тамақтары кетті, жүтел азайды. Алихан сол жүтелінің кесірінен температурасы көтерілетін еді. Түнге таман кеше бердік, кеше түнде көтерілген жоқ температурасы. Бұл дәрілер өздерінен шығады Турцияда, тек түрікше ғана жазулар. Кеше фатураны алдық, счетті алдық больницадан. Больницадағылар 10 күн, бір апта, 10 күннің ішінде береді деді. Сразу бермейді екен. Біз сон 10 күннен кейін алдық. Енді страховкаға келе жатырмыз. Олар не дейтін? Aynen. Yani normalde dediğim gibi 100 lira 60 lirasına polisi ödemesi gerekiyor, 40 lira sizden ödemesi. Özel hastaneye gitmişler. Özel hastane tamam. Либо бізді больница қадап отыр, либо страховка қадап отыр. Страховка айтады, сразу сөз жерден сразу 60%-ін кесіп дейді, 40%-ін төлеулеріңіз керек еді дейді. Андай фатура беремін, сосын оны страховкаға апарып бересін, олар қайтарып береді, ондай тема жоқ дейді. Енді больницаға барып сұраймыз, неге сендер өйттіңдер, неге бізден сразу 100% ақшасын алдыңдар, biz sendерге страховканы көрсеттік деп. Yalnız bu iş faturanızın %60'ını özel sigorta karşılayacak, bundan %40'ını siz ödeyeceksiniz demiş. Страховканың кінәсі жоқ екен. Бұл жерде больница кезінде біз келген кезде, страховка бар деген кезде толтырады ғой, өздері бір қағаз толтырған кезде, сол страховкадан келді дегенді істемеген. Енді бұлар айтып жатыр, біз камерадан қараймыз, егер біздің кінә болса, ақшаны біз қайтарып береміз дейді 60%-ын. Соны қазір камераны көруге келдік. Олар айтады, бізге сендер көрсетпедіңдер дейді. Жазбады, сендер видеома көрсеткен жоқсыңдар дейді. Біз көрсеттік оны, келген кезде бірден пакеттен шығарып көрсеттік. Видеоны көрдік. Бізде мынандай болған ғой, бірінші біз келдік та, сонымен бізге айтқан осындай сигортаны біз көрсеткенбіз. Міне осындай сигортамыз бар, страховкамыз бар. Енді не болады деп, олар 100-ден 100-ін төлейсің, 100% полный оплатаны жасайсың, кейін саған 60%-ін страховка қайтарып береді. Бізге информация берген, сонымен біз мәсән бірден 100%-ін төлеу керек па не, қазір ойланайық деп кетіп қалғанбыз, астына барғанбызда отырғанбыз, сөйлескенбіз, может басқа больницаға барамыз ба деп. Сосын, ладно, қойш, қызым ауырып жатыр ғой, содан аяйын ба, сразу кіре салайық деп қайттан кіргенбізді. Сол кездегі видеоны дайындап қойған ғой бізге, в общем. Хитрый ғой жаман. Бізге ақшаны қайтарып бермеудің бүкіл амалын жасап жатыр да. Ладно, ол просто мен страховка осы видео до конца бір логически бір завершениесіне жетсінші деп сөйтіп жүрмін да. Айтпесе қош, 1500 қанша, сонда 40 000 теңге ма, сондай қызыңнан аямайсың. Қазір тфай-тфай жазылды, қызым да, балам да бәрі жазылды. Жақсы қарайды негізі, одан сөз жоқ, больницалар жақсы көріп
профессионалдар жұмыс жасайды. Бірақ ана хитрый ана жасап жатқандарына күлкім келіп жатыр да. Мен айттым, бірінші видеоны көрсетші деп едім, түркше бір нәрсе деп көп нәрсе айтып кетті. Сол өздерінің кінәсін көрсеткілері келмей тұр ғой, соны жасырып жатыр да. Мен қайттан оларға запрос жіберім керекпін. Олар видеоны біз басқа жерден алып жатырық. Бір кезде ол артқа ай ғой, уже қазір бізде февраль, біз оған январда барғанбыз. Январда видеолар уже өшіп кетті деді ма. Бір кезде мен түсінгенім бойынша январды яптық, ол бітті. Январда біз жауып қойғанбыз деген сияқты бір нәрсе айтты бір кезде. Ақша бермеудің бүкіл амалын жасап жатыр. Қызық. Мынау біздің академияның қасында государственная больница бар екен. Соған келдік. Сонымен кіріп, кемлік номерісі бар, страховка бар. Қайсысымен арзандау болады, қайсысы не болады. Венера соларды біліп шығады. Мен папа, мама емеспін. Я мама анау. Камера. Ал микрофон саған берейін да, сен ғой главный. Бізге нüfus müdürlüğüne бару керек дейді. Егер со жаққа барып, кимликтерінде типа регистрация сияқты нәрсе жасау керек дейді. Соны жасағаннан кейін сендерге тегін болу керек дейді барлық услуга. Негізі неге типа базаға кіргізді да, мен айтында егер бұл болмаса, яғни қанша теңге болады. Сөйтсем базаға кіргізген кезде мынау шығып тұр, типа нüfus müdürlüğінде типа регистрациясы жоқ деген сияқты шығып тұр. Получается, бұлсыз платно қаралатын болсақ, онда бізге келген кезде қалдамай ма соны біледі біріншіден. Со кезде ғана бағасы білінеді. Получается, қабылдамай қоюы мүмкін, я. И бағасын сол докторлар сөйлейді, қанша болатын. Нақты бір баға жоқ та бұл жерде. Егер возможность болса, нüfus müdürlüğіне тіркеліп алыңыздар. Государственный больницалар сізге тегін болады. Ақылы болған жағдайда, мысалы біз Айлықанды тіркелмекші болдық. 50 лира болатын еді егер тіркелген кезде деді, тіркелмегені үшін 370 лира деді. Разницасы көп. Сигорта мен істеуге болама десем, сигортаны да базаға кіргізіп не істеген кезде ғана шығады екен. Получается, қазір уже жабылып жатыр ғой бұлар. Базаға кіргізеді, сол кезде ғана типа қаншалықты береді бұл сигорта саған, скидка бермейді, сол кезде ғана шығады. И негізі сендер нüfus müdürlüğüne барсаңдар, өзіңді, күйеуіңді, бала-шағаны тіркесеңдер, сендерге тегін болу керек дейді. Ал бізді медицинаға тіркеу үшін Құдай айтқан өзіміздің мынау көрсем қысқын келетін миграционныйға келеді екен біз. Миграционныйдан бізді қайда жіберді? Nüfus müdürlüğüne жіберді. Қандай документ керек? Kimlik нөміріміздің копиясы, паспорттың копиясы, және общежитиеде тұрсаңыз сол жақта тұрып жатыр деген қағаз. Біз квартирада тұрып жатырмыз, сол квартирада тұрып жатыр деген біздің договор, сөзлесме соны копиясы. Так, оның адресі тура академиядан шыққан кезде оң жақ беттегі көше, содан тіке келген кезде оң жақ бетінде болады. Получается, бізде академия анау светофордан сол жақ бетінде. Бізді тіркемеді, себебі бір фатура әкел деді, бір счет әкел, ол мен үйдің адресін көру үшін шығар деп ойласам. Не үшін сұрады негізі оны? Бір любой счет әкел деді, сөйтті, мендегі қазір светтің показаниясы фатурасы болды, соны көрсетсем, ол сендердің аттарында емес, сендердің аттарында болу керек дейді. Сомен соны өздеріңіздің аттарыңызға аударыңыздар. Судың фатурасын, либо светтің, интернеттің, үйдің, хотя бы соның біреуі сіздің атыңызда болу керек дейді. Бізде бәрі ол хозяинның атында, сол үшін болмады. Тағы қайталап айтамын, егер сіз nüfus müdürlüğüne тіркелмеген болсаңыз, сізді ешқандай үкіметтің больницалары сізді қарамайды. Сізге тек частная больницаға бару керек болады. Ол жаққа барған кезде страховканы көрсетесіз, 60%-ін алып тастайды. Ал даже кейбір частный больницаларға біздің страховка полный жабады. Біздегі болған проблема ол, видимо, сол больницадағы қызметкерлері біздегі страховканы ол Қазақстандағы страховка деп ойлап қалған. Қазір ол туралы толығырақ Global Students-ның қызметкерлері толықтырып айтып берсін. Условия страхового полиса, того, что он покрывает,
зависит напрямую от той компании, в которой вы делаете страховой полис. Некоторые компании работают напрямую с Турцией, поэтому при определенном случае надо звонить в колл-центр в Казахстане, давать данные паспорта, номер турецкий, и за вами отправляют скорую, то есть делают определенные там тесты, все, что им надо. И некоторые страховые полисы все это сразу покрывают. В некоторых страховых компаниях надо собирать чеки. Собираете чеки в Турции, привозите в Казахстан и уже здесь определяют ту сумму, которую выплачивают вам. То есть некоторых покрывают не полностью. У них бывает какой-то определенный лимит. Допустим, с одного визита 50 евро покрывается, остальные там то, что сверху было оплачено, не покрывается. То есть условия каждой страховой компании, они разные, и узнавать лучше в каждой страховой компании, то есть где вы делаете медстраховку. Ал егер стоматология туралы айтатын болсақ, біздің страховка оны вообще жаппайды. Ал стоматологиядағы бағалар туралы біздің группаласымыз айтып берсін. Ассаламу алейкум, Айдос аға. Да, я вот, получается, прилетел в Турцию именно в Измир в конце сентября 2021 года. И по прилету через пару недель у меня там были кое-какие проблемы, и мне нужно было сходить к стоматологу. В итоге я сходил в клинику стоматологии, а после диагностики мне там сказали, что ситуация не критичная, поэтому услугами я не воспользовался. Но цены я все-таки узнал, мне там сказали, что очистка зубов будет стоить 350 лир, и еще 2 кариеса убрать тоже каждый по 350, получается. Мне это бы обошлось примерно в 1050 лир, что по нашему и по курсу того времени примерно было 40 с чем-то тысяч тенге. Достар, медицина жайында біраз сұрақтардың жауабын бердік деген ойдамыз. Осы орайда осы видеоға көмектескен бана группаластарымызға рахметімді айтамын. Ал сіздерге айтатыным, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.